Түтін шығып уже бірінші этаждан терезесіне іліп шығыпты. Сол кезде оны көргеннен кейін енді автоматически уже бәрі тез кетті де уже базасын звондап шақыртып содан ішіне кіріп ана жігіт есік терезелерін тартылдатып тоқылдатып біреу бар ма екен ішінде кім бар кім жоқ. Былай қарасам түнде таңатпай ешкім жоқ, не маңайда су да жоқ. Есіктерін тепкілеп аяғында сол тепкілегеннен кейін әйтеуір нәтижесін берді, ана бала естіп қалды. Біреу тарсылдатып жатыр дейді. Соны естіп, бірақ тұрған кезде әдет тұрып шықты ғой бері қарай. Шыққаннан кейін енді құлап барып жүрген кезде тосып алып, бері астыға түсіріп, өзінен сұрадым, тағы да біреу бар ма ішінде деп. Олар енді ішінде тағы бір адам бар деді. Осындай жерде, қай жерде бәрін анығын бәрін салып алдым. Ішіне кіргенде ана сол ашылған есіктен кетеліп тұр екен, соны жауап суға жерде деп сұрадым. Суға барып судың анау тюльпанға жетіп, санузылға жетіп, анау суды шторды сулап бетіме басына бәр жеріне орап ішіне кірдім енді ана екіншіге. Машалла, тамаша. Иә, бірақ енді оны айтқан есікке мына жер жеттім енді. Жеттім, есігін жауып алған, ашпайды. Ол есік түкпірде болып тұрмасын да? Иә, түкпірде анау енді кафе ғой анау банкетный зал дейді ма, сондай бірдеңке секілді ғой, сол жерге кіріп ұйықтап жатқан ғой. Соны анау еріксіз уже түсіндім, уже бесполезно уже. Соны жаңа өзімді уже ауа жұтып қойып ана жанып жатқан өрттің есік ана пластикке жанған ғой, ана етке запах кетті да уже. Өрт сонда қатты болып тұр ғой, иә? Өрт енді іші уже өртеніп жатты уже ана ішінде ана кухня ғой, ішіндегі майалар шашылып одан сайын жанды. Содан ана уже төбеге дейін жанып жатты, ана подвесной потолок дейді ме, навесной потолоктың бәрі жанып жатты уже. Содан уже қап-қара түтін шыққаннан кейін ана пластмастан иіс шыққаннан кейін уже ішінде ауа жетпейді уже. Содан еріксіз өзім еңбектеп отырып өзім әзер шықтым ғой ана ішінде. Потому что уже какой-то доли секунды ана жерде уже ішінде находиться невозможно. Екінші адамды қалай шықтыңыз сонда? Сол бірінші этажында. Бірақ содан кейін енді шығып алғаннан кейін ана жігітті не болса да шығару деп ойлап, содан ана сырт жақтан барып терезесіне кірпіш лақтырып терезесін сындырып сол терезеден алып шығу ғой. Ана терезесіне кірпіш лақтырған кезде ана жігітті оянды. Ол ұйықтап жатқан ғой ол? Иә, ұйықтап жатқан ғой. Бірінші кірпіш лақтырған кезде анау сынғаннан шошынып оянды ана жігіт. Иә, сіз болмасаңыз ана жерде ол мәңгіге ұйықтап кететін ғой. Иә, содан кейін ана аяғынан тұрып бірақ түк те істей алмайды, әлі жоқ. Әзер жетті, терезеге келіп, терезеге бүйтіп қолымен түтін иіскеп қойған ғой. Иә, көмектес деп. Түтін иіскеп қойған ғой ана жерде. Ішіндегі кірпішті алып, терезе сындырсаң түсінбейді, сөйтсең басқа жердің азамат екен. Сіз айтып жатсыз ғой, өзіңіз шық деп жатсыз ғой. Кірпішті алып, терезесін бәрін өзіме сындыруға керек болды. Өзім сындырдым ғой, терезенің бәрін сындырып, ананы қолыма ұстап бері қарай сулап қырылды. Сонда қасыңызда ешкім болған жоқ па сонда? Азанда достарыңыз? Азанда ешкім болған жоқ па қасыңызда? Достарыңыз бірге футбол көруге барғандар? Жоқ, ол кезде үйдемін ғой уже ол кезде. Үйге қайтып кеткен? Ол кезде үйге қайтып кеткен, үйге кіріп үйден шыққам қайтадан. Ол кезде біз тара кеттік та, мен үйге келдім. Үйден қайта шығып есік алдында тұрғам. Соң қап-қара түтін шыққан кезде уже сол жаққа қарай жүгіріп бардым ғой. Не болып жатыр деп бардыңыз ғой? Көше жаққа жүгіріп бардым. Қарасам уже кафе жаққа қараған кезде ана жақтан уже от шығып жатыр уже. Кафе үй жағыңызда болып тұр ғой сонда, қасыңызда болып тұр ғой? Иә, ана жолдың ар жағында, главный жол соның ар жағында, бірақ ана екі үйден кейін примерно бір 100-120 метр жерде ғой кафе. Қайта сіз футбол көріп үйге барып ұйықтап қалмағаныңыз жақсы болған кейін есіктің алдына бір шығып қайтайын деп. Түсіндірдім, Қайта есіктің алдына бір шығып қайтайын дегеніңіз жақсы болған екен. Алло? Иә, қатар айтыңыз. Үйге барып ұйықтап қалмай деймін да, сізді айтам.
енді есіктің алдына шығайын дегеніңіз жақсы болған екен. Сразу неткен жоқпын енді. Эмоциямен келіп тұрсыз ғой, әлі ұйықтай алмай. Ау. Эмоциямен келіп тұрсыз ғой, әлі футболдың. Ұйқы жоқ. Жоқ енді, сразу ішіне қарай сразу кірген жоқпын, есік алдында тұрған. Есік алдында тұрып, беседка дейді ғой, сол жерге бірақ нетіп кішкене ең қарап нетіп, сол кезде байқалды. Қайтадан көшеге қарай шықтым, потому что мен үйдің территориясына кіріп қойған. Ол жігіттер қазір қайда енді? Больницада ма, әлде сол жерден қайтарды ма үйде? Кімді? Жағдайлар жақсы ма? Ана екі жігіттің дегенім ғой. Оларды білмеймін енді, кафенің хозяйына звондап, оны шақырып алды. Оны білмеймін, олар өздері сол жерде қалды, өздері кетті. Бірақ енді олар нормально, ертесінде барған кезде біраз нет қалып деді, жатыр деді ғой үйде. Біраз иіс тиіп қалған ғой. Иә. Иіс тиіп қалған, біраз нетіп, немесі ішіп, сүт ішіп, айтып жатыр деді, нормально деді. Сауғаны аман деді ғой бұл. Қорққан жоқсыз ба отқа кіруден, Дәурен аға? Енді ол кезде бір кез болды да, ол кезде қорқпайын дейтін ондайды ол емес қой. Өзіңіздің отбасыңыз, бала-шағаңыз бар ғой, иә? Иә, бірақ. Өзіңіздің бала-шағаңыз, отбасыңыз бар ғой? Иә. Отбасым бар, 5 балам бар, әйелім бар. Жұмысым бұйырса, өш қыз бар. Иә, жаңа естіп жатырмын, семейде Назарбаев зияткерлік мектебіне жұмыс жасайды екенсіз. Қаржы шаруашылық бөлімінде. Ол жақта қалай, жұмысыңыз қалай? Үйіңіз бар ма? Жақсы ол жақта бәрі. Жұмыстан мен үйім бар. Туған жеріңіз ғой өзіңіздің Семей? Туған жерім мен егер көпірттің аталатын бұл, көпіртті. Дұрыс. Қуаныштымыз. Алла разы болсын.